Қадірменді тыңдармандар, бүгінгі әңгімеміз Сіргелден шыққан Тілеуке батыр жөнінде болғалы тұр. Қаратаудың баурайында, нуға толы, жасыл желеу жайлауында, Сіргеліден тараған батырлар, Ботпай ауылы, әдемі мамыражай күн кешіп жатар. Күндердің бір күні, шабарманның сүйінші деген дауысы естіледі. Ботпай ауылында шекесі торсықтай ұл дүниеге келеді. Бүкіл ауыл болып жиылып, ұлдың атын Тілеуке қояды. Тілеукенің әкесі қуанғаннан жүрегі жарылардай, ұлын төбесіне қойып, аспанға лақтырып, менің ұлым Тілеуке батыр болады дейді. Шынында Тілеуке өте батыр жігіт болып өседі. Дәл сол заманда Сыр Дарияның жағасында Арыстан деген қаптап жүреді екен. Ауылға шауып, малдарды қырып, адамға да шабады екен. Тілеуке атына мініп, жанына жасағын ертіп, арыстандарды атпен қуып жүріп, ұстап, өлтіреді екен. Қаратаудың баурайында, Іле Алатауына қарай, Балқаш көліне дейін жолбарыстар қаптап жүреді екен. Олар да малға шауып, елдің мазасын алады екен. Тілеуке арыстанды басынан шоқпармен ұрып жер жастандырады екен. Жолбарысты жалаң қол ұстап, терісін сыпырып алады екен. Тілеуке елдің маңын жаудан қорғап, елге жау тигізбейді екен. Тілеукенің 55-ке келген кезінде қазақ даласына қырғи қабақ танытып, жоңғарлар баса көктеп келеді. Бұны байқаған елдің шетін күзетіп жүрген жігіттер елге қарай жау деп хабар береді. Абыз қария алақанын жайып, Тілеукені шақыртып, осы шайқасқа қолды сен бастап бар деп батасын береді. Ұлы жорыққа Тілеуке қол бастап барады. Осы соғыста Тілеуке ерен ерлік көрсетеді. Түркістаннан бастап Ұлы тауға дейін жоңғарлардың қабырғасын күйсете соққы береді. Бұл ұлы шайқасқа қазақ жерінің түкпір-түкпірінен қазақ сарбаздары келіп қосылады. Қазақ халқы бір тудың астына жиылып, Қаратаудың етегінен Жоңғар Алатауына дейін жауды қазақ жерінен түбегейлі қуып шығады. Бұл соғыс 10 жылға созылады. Екі жақ кей шайқаста тең түсіп, итжығыс болып жатады. Ең соңында Арқаның даласында шешуші айқас болады. Тілеуке сол шайқаста жоңғардың қоңтайшысы менен жекпе-жекке шығып, басын шауып алады. Қазақ елі дәл осы соғыста жоңғарды түпкілікті қазақ жерінен қуып шығады. Дәл осы кезде Тілеуке 65 жасқа келеді. Соғыстан әбден шаршап қалжыраған. Жезқазғанда бір үлкен ауылда атынан түсіп, тынығып алмақ болады. Дәл осы кезде ауыл қариялары кеңесіп, Тілеукенің артқа қайтуға, жолдың ұзақтығы және 10 жыл соғыста әбден шаршап қалжыраған ауыл қариялары өз ара кеңесіп Тілеукені бір жесір әйелге үйлендіреді. Содан Жезқазған даласында бұл күндері Ботпай, Долбағайдан тараған Тілеукенің ұрпағы бір үлкен ауданда өмір сүріп жатыр.